1 жыл қалғың келсе, ас бер, 10 жыл қалғың келсе, ағаш отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле дейді халық даналығы. Бала жанның бағбаны болу сауапты әрі өте жауапты мамандық. Бүгін біз саналы ғұмырының 47 жылын бала тәрбиесіне арнаған білікті маман, Асылжар аяулы ана Айсара Нәлібаевамен сұхбат өрбітпекпіз. Армысыздар, бұл бір шәугім шай бағдарламасы. Айсара апа, студиямызға қош келдіңіз. Бұл бір шәугім шай бағдарламасы. Мына ыстық шайдан ала отырып, жаңа ауырғаннан қалай жеттіңіз? Жақсы жеттік, көңілді жеттік. Өстіп, құрметтеп, ардагерлер шақырып атқаннан кейін қалай жақсы келмеске, қалай көңілді келмеске. Әр саланың өзінің қиындығы болады деп жатады. Соның ішінде мына бала тәрбиелеу өте сауапты әрі өте жауапты мамандық, жұмыс. Әсіресе мына бізде ясли топтарда тілі шықпай жатып, ата-аналар беріп жатады. Осы ретте маман ретінде айтыңызшы, жалпы баланы неше жастан балабақшаға берген дұрыс? Енді бұрын қазір уже баланы ясли топтан бастап ала береді ғой. Біздер жұмыс жасап жүрген кезде біз 3 жастан бастап алатын тұғынбыз. Ол кездерде ясли сат жоқтығын. Сол кездерде мысалы біз 6 топ, 5 топ бала тәрбиеледік. Азанда сағат 8 болмай келетін болсам, түнде 11-лерде қайтатынмын. Баланың соншалықты жауаптылығы. Одан кейін енді қайтадан ясли сат қосылды. Ясли сат қосылған кезде бізде қайтадан басқаша балаға деген ерекшелік болды. Өйткені обалдар сөйлей алмайды. Обалдар өздері далаға шығып ойнай алмайды. Оның әр қайсысына бір адам болса да артықтық қылмайды. Мысалы, бір топқа біз 12 бала, 15 баладан артық алмадық. Сол кезде менің өзім тәрбиеші болып кететін тұғым. Бала жылап атса жүгіріп барып, бала тамағы жемей атса жүгіріп жасап, мына аяқта артық қосымша нянкілерді қосып, мысалы, бір топта 15 бала болатын болса, біз 6-7 адам жүретін тұғымбыз. Өйткені әр баланың бағасы біз үшін өте бағалы болды. Бұрын балаларды садиктен келген кезде ата-аналары бүгін не үйрендің деп күтіп алатын, есіктен кіргенде. Ал қазір апай неде бұрысты, бүгін не тамақ жедіңдер деп күтіп алады. Бұл енді қазіргі заманның шындығы. Соған қарай байланысты. Осы ретте сіз қалай ойлайсыз, бұл тәлімгердің, тәрбиешінің жұмысына деген сенімсіздік пе, әлде ата-ананың баланы тым қатты өбектеуі? Бұл екі жақты да. Бір жағынан әр балабақшада әр түрлі тәрбиеші болады. Оларда жалпы тәрбие әртүрлі болады. Содан кейін ата-анаға сенімсіздік қазір сондай бір көңіл пайда болады. Оның сенімсіздік болатыны қазір қолдарында телефон, одан кейін жаңағы видеокамера тұрады. Содан мысалы кішкентай ана балаға нықтап тамақ беріп атса, ол уже үйінде неге қосып қойған көріп отырады. Содан кейін апайың не деді? Апайың ұрды ма? Қандай тамақ іштің? Неге сендер бүгін тамақты телефонға салмайсыңдар? Неге бүйтпейсіңдер деген ата-анадан артық сұрақ көп болады. Ол бір. Ал біздің кезімізде біз мысалы балаға бірінші менің өзімнің тәрбием азанда есіктен келе жатқанда алдымнан бала шықса, айналып, көтеріп, тобына апарып, апайына дайындап, әй, сен мына баланы қалай қабылдауды білесің ба өзі? Ана баланы дұрыс қабылдамай тұрса, мына баланы сен күліп ал, сен ата-анамен байланыс жаса, баламен байланыс жаса деп біз тез-тез барып арасында айтып тұратын едік. Қазір ондай қадағалау жоқ. Қазір ондай қадағалаудың бәрі мына телефонға сеніп кеткен. Сонымен көретті, сонымен екі жақта сенімсіздік пайда болады. Негізі ата-анамен тәрбиеші көп байланыста болу керек. Сол кезде арада сенімсіздік тумайды. Сосын балаға деген көңіл, ол үйіңдегі өз балаңнан да бетер тәрбиелеп атқан балаға неше есе көңіл аудару керек. Дұрыс айтасыз, өзінің баласы бар. Балабақшаға келген кезде бір топта қазір сіз айтқандай 10-15 бала емес, 25 баладан болады. Көп бала. Одан бөлек WhatsApp чаттар бар. Сол чат деген жүдә қиын болды. Ол чатқа баласын суретін түспей қалса да жаңағы ұрыс болып жатады. Бұның барлығы тәлімгердің жұмысына бөлек тағы жұмыс қосып берген сияқтымыз. Жұмыс көп қазір, қағаз бастылық көп, одан кейін шат көп, анау басқа
ұйымдармен де, районнамен де, атанамен де, қашан барсаң бүйтіп қолдарына телефонын ұстап жүгіріп жүреді. Сол кезде олардың балаға деген ойы толық болмайды. Мен негізі содан көремін. Мен қазір жұмыста болмасам да, негізі бұрын мен тек районнада кіргенім бар да шыққаным жоқ. 45-46 жыл жұмыс істеп шыққан сіз апай дейтін. Сол мен енді өзімнің басқан ізім бар, әлі кетпеген. Мен анда-санда балабақшаға барам, қыздарға айтып тұрам. Сендер бүйтпедіңдер, сендер сөйтпедіңдер. Балаға деген көзқарас бөлек болу керек. Менің кезімде сен тәрбиеші болсаң, мен сенің балаңды садикқа алғызбаймын. Сондай талабым бар тұғын. Басқа садикке бер, өйткені сен өзіңнің балаңа көңіл аударасың. Мына елдің баласына көңіл аудармайсың деп. Сондай метод қолданатынбыз біз. Қазір TikTok бала деген көйіп кетті. Айтпа. Тыныш отырсын деп қонаққа барса, үйде болса жұмыстан шаршап келеді да, баланың қолына телефон бере салады. Мен өзімнің немереме де қосылмаймын оған. Өйткені баланың кейінгі ой өрісі бұрынғы балдардай дамымайды. Олардың ой өрісінің бәрі мына телефонның ішінде. Осыдан көрсе, соған риза ол даже тамақ ішуіне ықырар емес, қарап отырсаң балдар. Тек телефон болса болды. Бірақ көп атана оны қалай түсінетінін білмеймін. Бір жағынан тише отырсын дейді. Енді бір жағынан мүмкін баласының көргенін жақсы көретін шығар. Сөйтіп әр баланың қолында бір телефон болады. Оның да көретін өзінің уақыты болу керек. Қанша уақыт жұмыс істеп қалған адам үйде отыра алмайды ғой. Қазір халыққа қай жағынан еңбек етіп көмегін істеп жатыр? Мен қазір халыққа менің өзімнің жеке балабақшам бар. Соған барам. Одан кейін тағы да басқа көмектесетін жұмыстарым бар. Қоғамдық жұмысқа қатысам. Мен негізі үйде отырмаймын. Өйткені біз енді қанша жылдар бойы бір сумканы ұстап алып, бір кіріп, сен сияқты әдемі қыздарменен бір айналайын, қалайсың? Ой, апай, сіз қалайсыз деп тұрғанның өзі бізге бір демалыс. Байқаймын, өзіңіз аураңыз жағымды, шынымен де бүйтіп адамды тартып тұрасыз. Шүкір. Содан байқауға болады, шынымен де көпшілікпен жұмыс жасап үйренген адамсыз ғой сіз. Сіз балабақшада жұмыс істеген жылдар қиын кезеді ғой. Тіпті жабылудың алдында тұрған балабақшаны алып қалып жұмыс жасауына үлкен септігіңіз дейді. Біз балабақшаны бір кезінде жақсы істеп, бір кезінде тарқатып, қайтадан барып бастаған кезеңдерде болдық. Сол кезеңдерде мен осы қазіргі Жауырған ауданында бұрыннан қалған бірақ балабақша бар, 5-ші Балғын балабақшасы деген. Мен соны бүкіл адам білет, біздің Забыройынымыз болды, Шермаханбетов Зейнабдин деген ағай әліге дейін айтады. Сол кезде Айсара ұқсап, ешкім балабақшаны ұстап қалған жоқ дейді. Ауданда бірақ балабақшаны мен ұстап қалдым. Мен 1,5 жыл балдар тегін бақтым. 1,5 жыл сен құсаған әдемі тәрбиеші қыздарға біресе аз, біресе көп қып айлығында өзім беріп отырдым. Тоқыраудың кезінде ешқандай ол балабақшаны даже жауып тастаймыз деп күнде біреу келеді. Акиматтан келеді, районадан келеді. Ай, неге жабасыңдар? Аудан бойынша бір балабақша қалу керек қой. Біз әйтеуір осыны ұстап қалайық деп, мен ұстап қалып, ақыр аяғында сол балабақшадан өзім еңбек демалысына шықтым. Оны барлығы айтады. Апайдың еңбегі балабақшаға деген зор деп. Кім мысалы біреудің 50-60 баласын сондай кезеңде тегін бағып, тегін жұмысшыларды жұмсап, олардың да отбасыларына қарап, айлық тауып бере алмай қалсам, тамақтарына дейін беріп, әйтеуір соны жалғастырып, ілігіп кеттік қой. Одан кейін 5-ші балабақша деген телевидениені бермей, керемет жаңағы жақсы кезеңдерін өткізді. Әлі де жақсы болып келе жатыр. Айсара апа, әнемне дегенше, шағын сұхбатымыз соңына келіп жетіп қалыпты. Дәл қазір бізде дәстүрлі сұрақ айдары, қорытынды бөлім. Сізге қазір сұрақ қойын, соған бір сөзбен қысқаша жауап берсеңіз. Бұрынғының аналары қандай болған, қазіргінің аналары қандай? Бұрынғының аналарының енді соңғы іздері мысалы біздеріміз ғой. Бұрынғының аналарында имандылық, мейірім, енді балаға деген, отанға деген, ағайын туысқанға, құда жекжатқа деген мейірім бөлек болатын. Одан кейін жаңағы мысалы өзінен кейінгі келген келіндерді, өзінен кейінгі ұл қыздарды олар солай тәрбиелеген. Ал қазіргі аналар
мен олай енді шли олай емес деп те ойламаймын. Адам әртүрлі болады. Адамның ол негізі адами қасиеті менен көргеніне байланысты, негізіне байланысты. Қазақта үлкен сөз бар ғой, көргендінің баласы мекен деген. Сондай-ақ көргенді жерден, тәрбиелі жерден, өнегелі болған келіндер керемет-ақ ана болып келе жатыр. Ал енді мен өзім білем, қалай болса да деген келіндер басқаша тәрбиеде, басқаша ұғымда жүріп келатыр. Көпшілік қой айналайын, көпшілікке пәлендеуге болмайды. Мынаны жаман, мынаны жақсы деген ойдан өзім аулақпын, бірақ өзім былай байқап отырып, өзім солай ұғымға келемді. Қазіргілерде қалай мейірім болмай баратыр, қазіргілерде қалай адамгершілік болмай баратыр. Үлкенді сыйлау, кішіге құрметтеп, өзінің бойындағы жақсы нәрсені үйрету бара-бара қалып бара жатыр. Бізге орталыққа келе жатқан адамдар, қонақтарымыз көбіне айтады, анаға тағзымға келе жатқанда өзіміздің анамыз есімізге түсіп тебірендік деп. Осы тұста сіз қандай ойда болдыңыз? Осы анаға тағзымға мен кетіп баратқан жерімнен қалдым, осыны көруге бола. Әлі де біздің осындай жасқа келсек те көргеннен көрмегеніміз көп, білгеннен білмегеніміз көп. Соны көрейік дедік. Енді бір жағынан бағана мен ішін аралап жүргенде өзімнің анамның суретін көріп, мен қатты толқыдым. Қатты толқып, сол енді анама деген сондай ырзашылығымды сорада айтып, маңдайынан сипап, анамның жаңағы енді өткен уақыттарымызды еске алдым. Анаңыздың қай қасиетін айттың сізге? Менің анамның ең керемет қасиеті көпшіл тұғын. Пейілі кең, көпшіл, менде болмаса да елде халықта болсын деп отыратын адам. Апа, сіз орталыққа келген кезде сұрамасақ тағы болмайды. Сіз сияқты өнегесі мол, өмірі өнегеге толы аналардан тілек есту бізге де бір ғанибет қой. Мен сияқты, өзіңіз айтып отырсыз, жас аналарға қандай тілек айтасыз, қандай кеңес айтасыз? Менің жас аналарға айтатын тілегім, Алла бірінші оларға өмір берсін. Дендері сау болсын, өсіп өнсін, көпшіл болсын, кең болсын, адами қасиеті бойында мол болсын деймін. Үлкенге ізет, кішіге қасиет, сондай жақсы өнегелі жастар артымыздан келе берсе екен деймін. Әсіресе осы анаға тағзымға келген, осы жердегі соны көруге келген жастар бойына көп жақсы қасиет алып, соны үлгі етіп барған жерінде айтып отырсы екен деймін. Өзіңіз отырған анаға тағзым орталығынан не күтесіз? Анаға тағзым орталығынан күтетініміз әлі алда, күтетініміз көп. Өйткені бұл қандай киелі шаңырақ, қазақшалап айтқанда. Ананың атын алып, осындай тік шаңырақ орнатқан ол оңай нәрсе емес. Мен бағана бір сөзімде айттым, бұл шаңырақтың о басы менің бір бауырымнан басталған. Енді екіншісін осы жерде енді керемет қызмет жасап атқан азаматтар көтеріп жатыр. Сол азаматтарға Алла өмір берсін, абырой берсін, қай уақытта болса да. Сондай бір енді осы анаға келіп, ананың жүрегін жарып айтқан тілектері осыны қолдаған кісілерге абырой бере берсін деймін. Айсара апа, халықтың есінде мәңгі қалғың келсе, бала бақ деп жатады ғой. Осылай студиямызға келіп, ойыңызды бөлісіп, бағдарламамыздың қонағы болғаныңызға сізге рахмет. Жаңақорғаннан келіп тұрсыз. Өзіңіздей әрі көп балалы ана, әрі 45 жылдан аса, 47 жыл деп отырсыз. Бала тәрбиесіне бар өміріңізді арнаған жансыз. Өнегелі өміріңіз бізге көпке үлгі, жастарға. Сондықтан бүгінгі сұхбатымыз көп біздің жас аналарға ой салады деген ойдамыз. Аман болыңыз.